Баршаңызға сәлем. Сіздерге жасалу өте оңай, насыщенный шоколадты және өте дәмді жұмсақ болып шығатын вупи-пай тортының рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші основасын жасаймыз. Ол сливочный масло мен шоколадты ыстық суға осылай ерітіп дайындап аламыз. Содан кейін екінші құрғақ основа ұн, какао, ванильді қант және қопсытқыш. Осы құрғақ основаларды жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Бұл біздің жұмысымызды жеңілдетеді. Енді негізгі основа 4 жұмыртқаны жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Айтпақшы достар, описание бөлімінде сіздерге 30 минутта дайын болатын хит пирог Матильда пирогының рецептісін қалдырдым. Ссылка бойынша сол рецептін алып алыңыздар. Енді осы жұмыртқаны жақсылап миксерлеп болғаннан кейін қантты қосамыз. Постепенно, яғни бөліп ақырын қосатын боласыздар. Жұмыртқаңыз әппақ болып көпіргенше осылай миксерлейміз. Содан кейін жылып тұрған жаңағы шоколад пен сливочный масломызды осылай қосатын боламыз. Жылы күйінде, қатты ыстық болмау керек, өйткені біздің жұмыртқамыз пісіп кетеді. Жылы күйінде қосып жақсылап миксерлейсіздер тағы да. Мінекей біздің основамыз дайын. Енді осыған жаңағы дайындап қойған құрғақ массамызды қосатын боламыз. Осы құрғақ массамызды міндетті түрде үккіштен өткізіп қосыңыздар, сонда бисквиттеріңіз өте пышный болып шығады. Және араластырғанда астынан жоғары қарай ақырын жаймен араластырамыз. Осы массамыздың жаңағы көлемі отырып қалуы мүмкін, ол ештеңе етпейді, солай болу керек. Мінекей осындай консистенцияда болады. Байқасаңыздар, консистенциясы балға ұқсайды. Қасықпен осылай төккенде бал сияқты созылып тұрады. Қатты сұйық емес, сәл қоюлау. Мінекей осылай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Және сіздерге лайфхак, пергамент қағазын осылай формочкамен қысып, дөңгелетіп форма жасап алсаңыздар болады. Карандашпен или ручкамен сызып отырғаннан гөрі. Мінекей мен алдымен осылай дайындап алдым барлығын. Сіздерге көрсету үшін осылай анық көрсетіп жатырмын, асықпай. Енді жаңағы массамызды кондитерлік пакетке салғаннан кейін осылай барлығына бір келкетіп салып шығамын. Қасықпен салсаңыз да болады, 3 қасықтан деп есептеп. Маған осылай ыңғайлы болғаннан кейін кондитерлік пакетке салып осылай жағудамын. Осындай коржықтарымыздан бізде 4 шығу керек. Енді осы дайын болған коржықтарымызды 180 градуста 7-8 минут пісіріп алатын боламыз. Креміне творожный сыр және маскарпоне. Осы екі сырды қолданатын боламын. Творожный сыр мен маскарпонеге сахарный пудра қосамыз. Содан кейін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің сахарный пудрамыз толықтай ерігенше. Содан кейін осы массамызға сливки қосамыз. Сливки өте суық болу керек, және творожный сырларымызда өте суық болу керек. Қолданардың алдында міндетті түрде морозильникке 5-10 минутқа салып алыңыздар. Сливкиді қосып жақсылап осындай бір келкі консистенцияда прям стойкий болғанша миксерлеп аласыздар. Сонымен біздің креміміз дайын. Осылай лопаткамен аударып артық ауасын шығарып жіберсеңіздер болады. Содан кейін кондитерлік пакетке 2 бөліп салып, корждарымызға жағатын боламыз. Бірақ алдын ала кондитерлік пакетке салғаннан кейін осылай тағы да ауасын шығарамыз. Сонда біздің вупи-пайымыздың кремдері өте жақсы жасалынады, яғни домалақтары. Мінекей осылай кремдерді жағып шығамыз, домалақ шариктер жасап жан-жағына. Бір келкетіп жақсаңыздар да болады. Бұл әркімнің әсемдеуіне байланысты. Мінекей осылай қалғанын қасықпен алып, ортасына жағып отырамыз. Кремді жағу барысында сіз қолданып жатқаннан крем, басқа бөлек кремді міндетті түрде холодильникке салып қойыңыздар. Қолданатын кезде ғана шығарып отырасыздар. Сонда кремдеріңіз жұмыс барысында еріп кетпейтін болады. Әр слойды қойғаннан кейін осылай үстінен ақырын ғана басамыз, сонда шариктарымыз шығатын болады шетке қарай. Енді осыған біздің шоколадты ганашымызды өстіп үстінен құятын боламыз. Шоколадный подтеки жасар. Шоколадты ганашты жасау үшін де 80 грамм шоколад пен 50 грамм сливочный масло екеуін
кондитерлік пакетке салып ыстық суға ертіп алсаңыздар болады, мен сияқты. Мінекей, сонымен біздің өте керемет дәмді вупи-пай тортымыз дайын. Өте дәмді, енді ерекше шоколадқа қаныққан болып шықты. Маған және отбасыма қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды осындай керемет тортпен қуантып қойыңыздар. Бұл рецепт сіздерге ұнағанына сенімдімін. Сол үшін арнама тіркеліп, лайк басып, арнамды қолдап кетіңіз.